10 кедей bir кілемге сыйсады, бірақ bir өлке 2 патшаға жетпейді. Мен өлікті жудым, пейішке кете ма, тозаққа кете ма, шаруам жоқ. Білгір адам білім іздейді, ақылсыз кісі оны таптым деп ойлайды. Дүниенің бүкіл қараңғылығы бір жерге жиналса да, бір шамның жарығын өшіре алмайды. Өзін тышқандарша ұстаған кісі ерте ме кеш пе мысықтарға жем болады. Баласына кәсіп үйретпеген кісі оған ұры болудың жолын ашқан болып табылады. Айнадағы кескініңді ұнатпасаң, айнаны емес, өзіңді ауыстыр. Інжу қолға түскенде, теңіздің не керегі бар? Сабыр деген, тамырлары ащы, бірақ жемістері тәтті бір ағаш. Өмір мастық сияқты. Ләззаты кетеді, бас ауруы қалады. Егер серіктестік деген жақсы іс болғанда, Құдай да өзіне серік алар еді. Егер есек жүкке жақындамай жатса, жүкті есекке жақындат. Әлсіз жауға аяушылық көрсетпе. Егер ол күшейсе, сені аямайды. Қалай түсіру керектігін білмесең, есекті шатырға шығарма. Жан жаққа қарай беретін еш нәрсе көрмейді. Құмыраның ішінде не бар болса, сыртқа соны төгеді. Мұғалімнің ұрсуы әкенің мақтауларынан жоғары тұрады. Араның ұясын бұзған балдың тәттілігі болатын. Мүмкіндік қарқынды әрекетке байланысты. Жаһаннам мен жәннаттың арасында өте ұзақ, Жәннат пен жаһаннамның арасында бір адымдық қана қашықтық бар.